Сәлем достар, сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз сот жүйесіндегі реформалардың тиімділігін туралы талқылаймыз. Егер тақырып ұнаса, лайк қойыңыз, менің YouTube каналыма жазылыңыз. Жақында хабар арнасында жоғарғы сот судьялары, адвокаттар мен журналистер сот жүйесіндегі реформалардың тиімділігін талқылауды жалғастырды. Ток-шоуға қатысушыларға аз уақыт бөлінді, сондықтан мен өзімнің жеке ойларымды осы жерде қысқаша баяндауға тырысамын. 23 жылы алқабилердің қатысуымен істердің соттылығын кеңейту жоспарлауда. Қазір осы форматта қаралатын істер саны бірақ пайыздан аспайды. Заңмен танысқаннан кейін түбегейлі кеңейту болмайтыны белгілі болды. Судья алқабилермен кеңесу бөлмесінде де қалады. Апелляцияда ақтау үкімдері де сол сияқты жойылатынына сенімдімін. Ал алқабилер институты қылмыстың аса ауыр түрлері бойынша ғана емес, ауыр түрлері бойынша да іс тәжірибесін сауықтары алады. Қылмыстық процестің негізгі міндеті өз кінәсін мойындамайтын адамға кінәсіздігін дәлелдеуге мүмкіндік беру. Үкімдер әділ болу керек. Кәсіби судьялар істі қарағаннан кейін және дәлелдегіліне күмән болған кезде айыптау үкімдерін шығарған кезде бұл қоғамның сот жүйесіне деген сенімін арттыруға қызмет етпейтін анық. Алқабилер тақырыбымен бірге мен адвокаттарға қатысты жеке шешімдер, азаматтарымыздың адам құқықтары жөніндегі еуропалық сотқа жүгіну мүмкін еместігі, дәлелділік критерийлерінің деңгейін төмендету және көптеген жылдар бойы жинақталған басқа да көптеген мәселелер туралы айтқым келді. Бірақ уақыт болмады. Өйткені жоғарғы сот жүйесінде экономикалық қылмысты түсінетін мамандар аз деп ескерткенімде, кенеттен ертең судья болу туралы ұсыныс түсті маған. Бұл жақында болды. Ал бүгін өмір әдеттегідей жалғасуда. Сондықтан мемлекеттік органдар мен сот билігі өкілдерімен және басқа да байсалды адамдармен ашық пікірталастарға дейін бір кездері біздің еліміздің азаматтары үшін адам құқықтары жөніндегі еуропалық сотқа жүгінудің нақты мүмкіндігі пайда болады. Біз әлі де өсуіміз керек. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Егер видео ұнаса, лайк қойып, менің каналыма жазылыңыз.